Армысыздар, бүгін мен сіздерге ұсынатын жобамның тақырыбы «Қыз қуу, ойна, ойлан, оза шап» деп аталады. Қазақтың ұлттық ойындары тек көңіл көтеру құралы ғана емес, оларда халқымыздың рухы, дүние танымы, тарихы көрініс тапқан. Қазіргі күннің басты мәселесі ұлттық құндылықтарымызды дәріптеу, оны жастардың бойына сіңіру болып отыр. Осы тұста мен ұлттық ойындарымыздың негізінде, яғни қыз қуу ұлттық ойынның негізінде жастарға сай, жаңа, заманауи форматта осы ойынды жасап шығарған болатынмын. Мен ойынды екі форматта, ең бірінші үстел үсте ойыны форматында және де электронды қосымша ретінде жасап шығарған болатынмын. Қосымшаға назар аударатын болсақ, ең біріншісі ойынның алғашқы беті, ойынды бастау батырмасын басамыз, және де ойында екі кейіпкер, қыз және ұл. Ең бірінші қыз балаға сұрақ қойылады, яғни қазақ хандығының алғашқы ханы кім? Дұрыс жауабы Керей хан болса, дұрыс деп шығады, және де қыз бала алға бір қадам жылжиды. Келесі сұрақ ұл балаға қойып, ойын жалғаса береді, және де нәтижесінде кім ең бірінші сөреден мәреге жетеді, сол ойыншы жеңімпаз болып табылады. Ал ендеше үстел ойыны форматындағы ойынға назар аударатын болсақ, біз осындай арнайы коробкамен өзіміздің логотипіміз көрсетілген жасадық. Ішін ашатын болсақ, бізде ойынның инструкциясы берілген, танысып шыға аласыздар, және де екі ойыншымыз қыз және ұл берілген, олар қазір сөреде тұр, және де арнайы карточкалар, бұл карточкаларда бізде сұрақтар жасырылған. Осы сұрақты дұрыс жауап беру арқылы ойыншылар алға бір қадам жылжиды. Сұрақтар 4 бағытта қамтылған: тұлғаны тап, мақалды жалғастырыңыз, жаңылтпашты жаңылмай айтып беріңіз, және де салт дәстүрге байланысты сұрақтарға жауап беріңіз. Дәл осылай сұрақтарды қыз бала бастап, рет-ретімен алып отырып, ойынды жалғастыра беретін болады. Меніңше біздің жұмысымыздың мақсаты ұлттық мұраны сақтау және жаңғырту мақсатында қыз қуу ойынның дәстүрлі мағынасын сақтай отырып, оны қазіргі заман жастарына жақын, қызықты әрі пайдалы форматта ұсыну. Осы мақсатқа жету үшін 5 әдіспен, 5 қадаммен жүруді жөн көрдім. Ең біріншісі зерттеу және талдау, ойын механикасын әзірлеу, дизайн және көркем безендіру, тестілеу және жетілдіру, тарату және насихаттау болып табылады. Ең алдымен біз осы ұлттық ойындарымыздың тарихын, оның шарттарымен танысып, зерттеп, әдебиеттерді пайдаланған болатынбыз. Келесі тұрғыда біз ойын механикасын әзірледік, оның элементтерін, көрнекіліктерін жасап, безендірген болатынбыз. Карточкаларын дайындадық, яғни ойын алаңын қалыптастырдық десек те болады. Дайын біздің бұл жұмыстарымыз. Келесі кезекте біз ойынды іс жүзінде қолданып көрдік, және де мектеп-лицей интернатымыздың оқушыларына осылай ойнатып көрген болатынбыз, және де ойын шынында да олардың да көңілінен шықты. Және де біздің келесі мақсатымыз жарнамалау, насихаттау болатын. Бұл тұста біз арнайы мектебіміздің ресми парақшасына ойынның жарнама видеосын салып, оқушыларды сол арқылы шақырған болатынбыз. Және де келесі бізде біздің ойыншыларымыз, назарларыңызға қарайтын болсаңыздар. Мен бірінші сұрақты осылай. Салт дәстүр жайлы сұраққа жауап беріңіз. Шілдехана дегеніміз не? Шілдехана дегеніміз ол бала туылған кезде тойланатын той. Дұрыс. Менің сұрағым былай. Суретте бейнеленген аспап түрін тап. Ойын барысы осылай ойналады, және де біз жобамызға осы ойыншыларымыздың пікірін де қосқан болатынбыз. Жұмыс нәтижелерінің ғылыми және практикалық құндылығына тоқталатын болсақ, жұмыстың ғылыми құндылығы жоба ұлттық ойындарды жаңғырту мен оларды зияткерлік форматта дамыту бойынша зерттеулерге үлес қосады. Қазақ мәдениетін насихаттаудың жаңа тәсілдерін ұсынады. Қазақ мәдениетінің тарихи сабақтастығын заманауи ойын индустриясы арқылы сақтау мәселесіне жаңаша көзқарас енгізеді. Практикалық құндылығына келетін болсақ, жастардың бос уақытын тиімді пайдалануына мүмкіндік береді, ұлттық мәдениет пен тарихқа қызығушылықты арттырады, білім беру процесінде қосымша құрал ретінде қолдануға болады, яғни дидактикалық құрал ретінде енгізсек, және де ойын нарығында ұлттық брендті қалыптастыруға мүмкіндік береді. Сөзімді қорытындылайтын болсам, бұл жоба тек ойнау емес, ойлау, үйрену, тану алаңы. Бұл ойын арқылы біз ұлттық мәдениеттің ұмыт қалу қаупін шешуге қадам жасадық. Қыз қуу ойыны дәстүр мен білімді үйлестіріп, ұлттық құндылықтарды заманауи форматта қайта жандандырды. Бұл әрекет өткен мен бүгінді бір арнада тоғыстыра алды деп білемін. Сөзімді қорытындылай келе осындай ұсыныстар ұсынамын. Ең бірінші, қыз қуу ұлттық стиль ойынын ұлттық құндылықтарымызды үйрететін дидактикалық құрал ретінде мектеп бағдарламасына енгізу. Екінші ұсынысымыз білім беру гранттарына немесе кәсіпкерлердің демеушілігіне өтінім беру арқылы өндірісті кеңейту және де отандық өнім ретінде нарыққа шығару.